Көкталды қалай жасауды білесіз бе? Дәмі тіл үйіретін өте дәмді балық тағамы. Сәлем достар, бүгін Шығыс Қазақстан өңірінде дәстүрге айналған көктал тамағын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге сазан балығын судан аулап алу керек. Шығысымның мақтанышы болған Ертіс өзені бар. Күршім ауданында балық өнеркәсібі кеңінен дамыған. Сондықтан балықтан жасалатын тағамдар көп әзірленеді. Соның ішінде ерекше орын алатын көктал тағамы. Ең алдымен балықты тазалап, арқасынан жарып аламыз. Сазан балығы өте етті болып келгеннен кейін, осы қабырға тұсынан өстіп тіліп аламыз. Тұз жақсы сіну үшін. Жалпы бізге керекті заттар бұл аджика, майонез, балық дәмдеуіштері, тұз және бұрыш. Барлығын араластырып аламыз видеодағыдай. Және бізге көкөністер қажет болады. Оның ішінде картоп, пияз, қызанақ, тәтті бұрыш және зелень қажет болады. Дайын болған дәмдеуіштерімізді балыққа толықтай жағып шығамыз. Достар, менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Енді кезекте көкөністерді ретімен саламыз. Картоп, қызанақ, тәтті бұрыш және пияз. Дайын болған көкөністердің үстін аздап тұздасаңыз болады, не болмаса майонез жақсаңыз болады. Көкталды арнайы тордың үстіне салып, темір қорапшаның ішіне дайындаймыз. Бетін жабамыз, астына от жағып 40 минуттай әзірлейміз. Мінекей достар, көптен күткен көкталымыз әзір. Дастарханға жайғасуларыңызды сұраймыз. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар.